аласыздар. Аймақтағы айтулы оқиғалар, маңызды бастамалар мен көпшілік назарын аударған жаңалықтар Алатау арайы, Агни Алатау және Алатау Ньюс ақпарат алаңдарында кеңінен қамтылуда. Назарларыңызға аптаның басты ақпараттарына шолуды ұсынамыз. Алматы облысында медицина қызметкерлері күні атап өтілді. Іле ауданында өткен салтанатты іс-шарада облыс әкімі Марат Сұлтанғазиев аймақтағы медициналық мекемелерге 7 санитарлық жедел жәрдем көлігін табыстап, өңірдің денсаулық сақтау саласының дамуына елеулі үлес қосқан мамандарды марапаттады. Елдің алғысын арқалаған ақ халатты абзал жандар туралы газет тілшісі Ерзат Асыл қалам тербеді. Осы мақаланы және медицина қызметкерлеріне арналған Дауа денсаулық бетін газетіміздің 20 маусым күнгі сенбілік санынан оқи аласыздар. Жаңа конституция мәтінінде көрініс тапқан Таза Қазақстан бағдарламасы аясында облыс көлемінде толымды тірліктер жүзеге асырылуда. Аталған бағдарламаның бір бөлігі саналатын Таза бейсенбі акциясы тазалықты сақтау, экологиялық мәдениетті қалыптастыру және азаматтардың қоршаған ортаның жай-күйі үшін жауапкершілігін арттыруға септігін тигізуде. Облыс әкімі Марат Сұлтанғазиев пен шаһар басшысы Асхат Бердіханов қатысқан Таза бейсенбі экологиялық іс-шарасындағы мазмұнды ақпаратқа газетіміздің сенбілік санында кеңінен орын берілді. Шалқар радиосына биыл 60 жыл толуда. Осы орайда Сара сөз медиа клубының кезекті шығарылымына белгілі радиожурналист Бақыт Жақпарұлы газет редакциясына қонақта болып, бүгінгі радиожурналистика туралы кеңінен сөз етті. Шара соңында өлке тынысы директоры Ерлан Жұрымбаев келелі кездесуде өрелі ой айтқан Бақыт Жақпарұлына алғыс айтып, қызметіне табыс тіледі. Бұл сұхбат газетіміздің келесі аптадағы сенбілік санында жарияланатын болады. Заң мен тәртіп бағытындағы, өзге де тақырыптардағы танымдық және сараптамалық мақалаларды апталық газетімізден парақтай аласыздар. Развитие сельских территорий остается одним из ключевых направлений работы в Алматинской области. Ход реализации крупных инфраструктурных и социальных проектов обсудили депутаты на очередной сессии Алматинского областного маслихата. По итогам 2025 года уровень обеспеченности сельских населенных пунктов объектами и услугами по системе региональных стандартов достигла 69%, превысив среднереспубликанский показатель. Если несколько лет назад число сел с высоким уровнем обеспеченности достигало лишь 30, то сегодня таких населенных пунктов уже более 70. Ужесточение борьбы против наркодилеров, активная деятельность в сфере профилактики правонарушений дают свои результаты. Итоги работы и дальнейшие меры по противодействию наркопреступности рассмотрели на заседании регионального штаба. Заседание прошло под представительством исполняющего обязанности акима Алматинской области Каната Еспулатова. Открытие новых пожарных постов в селах Алгабас, а также универсального спасательного пункта на Нижнем Кольцайском озере, научно-профилактическая конференция «Знаний и наука. Уверенный шаг к успешному будущему». Обо всем этом и многом другом вы можете прочитать в «Агни Алатау». Алматы облысының Ұйғыр ауданында дәстүрлі өрік фестивалі өтті. Ауқымды шара бағбандарды, омарташыларды, ғалымдарды, өңдеу өнеркәсібінің өкілдерін және аудан тұрғындарын бір алаңға жинады. Фестиваль барысында келушілерге өріктің түрлі сорттары мен одан өндірілген өнімдер ұсынылды. Сондай-ақ омарта шаруашылығы өнімдерінің, қолөнер бұйымдарының және тарихи жәдігерлердің көрмесі ұйымдастырылды. Іс-шара аясында өрік бақтары өңір байлығы, халық берекесі тақырыбында ғылыми конференция өтіп, сала мамандары бақ шаруашылығын дамыту, өнім сапасын арттыру және саланың болашағы жөнінде пікір алмасты. Ұйымдастырушылардың айтуынша, өрік фестивалі мен ғылыми конференция алдағы жылдары да дәстүрлі түрде жалғасады. Сонымен қатар ауданда жеміс-жидек сақтайтын заманауи қоймалар мен өңдеу кәсіпорындарының инфрақұрылымдарын дамыту, сондай-ақ Түркиядан әкелінген жоғарғы өнімді өрік сорттарын жерсіндіру жұмыстары қолға алынбақ. Өңірдегі маңызды жаңалықтар легіне кезекті шолуымызды аяқтаймыз. Сенімді әрі жедел ақпаратты Алатау арайы, Агни Алатау және Алатау Ньюс ақпарат алаңдарынан оқи аласыздар. Бізбен бірге болыңыздар. Назарларыңызға рахмет.